14-те 6-шы есеп. Өрнектердің мәндерін салыстырыңдар дейді. Біріншісі 76а квадрат б квадрат бөлінген 38аб және 3аб, яғни осы екеуін салыстыру керек. Бұл жерде бізде а тең минус 2-ге, ал б тең 3-ге дейді. Көрейік. Так, мынаны бөлейік бірінші. 76а квадрат б квадрат бөлінген 38аб. Мына жақта 3аб. Так, а квадрат пен а қысқарады, б квадрат пен б қысқарады. Мына жерде бір дәрежелерден қалады. 76-ны 32-ге бөлсек 2 болады ау деймін. 2 болады. Сонда жауабы 2аб болады. Мынау менде 3аб-ға тең. Енді орындарына мәндерін қоятын болсақ, а менде, яғни 2 көбейту а дегені минус 2-ге тең, б дегенім 3-ге тең. Сонда мына жерде минус 4, минус 12 шығады жауабы. Мына жерде 3 көбейту минус 2 көбейту 3. Так, мынау минус 6, минус 6-ны 3-ке бөлсем минус 18. Так, қайсысы үлкен? Әрине минус 12 үлкен, сондықтан мынау бізде артық болады екен. Яғни теріс сан болған кезде, кіші болған сайын, имеется в виду, минус 18 үлкен емес, наоборот, кішісі үлкен болады. 0-ге жақынырақ үлкен болады, есте сақтаймыз. Так, екіншісі минус 5х және 105х куб y квадрат бөлінген минус 21х квадрат y. Бұл жерде x бізде тең 0,2-ге, y тең 7-ге дейді. Мынаны шығарайық. 105х куб y квадратты бөлемін минус 21х квадрат y-ке. Так, қысқартамыз. 105 бөлем 21-ге 5-тен келеді екен. 5 болады. Так, x квадрат пен x кубна бір дәрежесі қалды. Y пен y квадрат бір дәрежесі қалды. Сонда менде минус 5x y шықты. Минус 5x y. В принципе, енді мына жерде салыстырып керек емес сияқты. Орнына мәндерін қойсақ та, даже мына екеу тең екенін көріп тұрмыз, уже. Жарайды, енді бізде мән беріп тұрғаны есептей салайық. Минус 5x y дегенім. Мына минус 5x y дегенім. X-тің орнына 0,2-ні қоям. Y-тің орнына 7-ні қоям. Сонда 5 көбейтем 0,2, 10 көбейтем 7-ге, ол бізде болады минус 7. Яғни мына екеуі тең болады. Үшіншісі, а-ның 5 дәрежесі, б-ның 4 дәрежесі бөлінген а куб, б куб және а-ның 7 дәрежесі, б-ның 9 дәрежесі бөлінген а 6, б 8. Бұл жерде бізде а тең минус 2-ге, б тең минус 2-ге тоже. Так, бөлейік. А-ның 5 дәрежесі, б-ның 4 дәрежесі бөлемін а куб, б куб. Мына жерде сонда 3 пен мына жерде квадраты қалады. Мынаның 4 дәрежесі мен 3 қысқарады. Мына жерде 1 дәреже қалды. Сонда а-ның квадраты б шықты мына жерде. Ал мынада а-ның 7 дәрежесі, б-ның 9 дәрежесі бөлемін а-ның 6 дәрежесі, б-ның 8 дәрежесі. 7 мен 6 қысқарады, мынада 1 дәреже қалды. 9 мен 8 қысқарады, мынада 1 дәреже қалды. Мынада а, б қалды жауабы. Так, енді орындарына қойайық. А-ның квадраты, яғни минус 2-ның квадраты көбейту минус 2. Бұл менде 4, 4-ті минус 2 өтсе минус 8. Мына жерде а дегені минус 2-ге тең, б дегені минус 2-ге тең, сонда екеуі жауабы 4. Қайсысы үлкен? Әрине плюс сан үлкен болады. Және төртіншісі, так, 33 с-ның 4 дәрежесі d квадрат бөлемін 1,1 с куб d және 20 с d. Так, бұл жерде с менде 0,5-ге, d минус 0,1-ге тең. Так, 33 с 4 d квадрат бөлемін 1,1 с куб d. Так, 33 бөлеміз 1,1 болады 30. С-ның куб мен 4 дәрежесін 1 қалады. d мен d-ның квадраты қысқарып 1 дәреже қалады. Сонда с d шықты. Енді орнына қойайық. 30 көбейту с деген 0,5, d деген минус 0,1. Так, 30-ды көбейтем 0,5-ге, оны көбейтем 0,1-ге, ол менде минус 1,5. Ал 20-ны көбейтетін болсақ, 20 көбейтемін 0,5, көбейту минус 0,1.
Так, ол бізде 10. 10-ды 0,1-ге көбейтсек 1 болады, е, минус 1. Так, минус 1,5 үлкен ба, минус 1 үлкен ба, не минус 1 үлкен, е. Так, хорошо, бұл шықты. Енді 14-те 7. Тепе-теңдікті дәлелдеңдер дейді. Так, 200 x-тің 4 дәрежесі y куб минус 55 x куб y квадрат. Осы бөлінген 5x куб y квадрат плюс 10b тең болады 40xy. Яғни бізде жауабы мына 40xy-ге шығу керек. Мына жағын бөлек алып шығара берейік астына. Жаңа көп мүшені бір мүшеге бөлгенде білеміз, е, мынаның каждайын осыған бөліп шығамыз. Яғни бірінші 200 x 4 дәрежесі y кубты бөлемін мынаған 5x куб y квадрат минус 55 x куб y квадратты енді бөлемін қайтадан осыған, е. Так, бөліп шықты, плюс 11-міз бар. Тең болады деп есептей берейік, ары қарай. Так, 200 бен 5 қысқарғанда мұнда 40 болады. X-тің көбі мен X-тің бір дәрежесі қысқарады, е. 4-тен бір дәреже қалады, то есть y квадрат мен y куб қысқарады бір дәреже қалады. Сонда, бөлшек бекерсіз қойдым, 40x y қалды. Так, минус 55 пен 5 қысқарады, мына жерде 11. X куб пен x куб полный кетеді, y квадрат пен y квадрат полный кетеді. Минус 55. Минус 11 шықты. Плюс 11. Тең болады, екеу қысқарды, сонда 40xy шықты. То есть мына жауабы екеуі тең екенін дәлелдедік. Екіншісін көрейік. 1,1a минус 12,1a куб b квадрат минус 44a квадрат b квадрат бөлемін 11a квадрат b квадрат тең болады 4. Так, 11a-ны жазып қоямыз. Минус, так, мыналарды бөлеміз енді. 2,1a куб b квадратты бөлемін 11a квадрат b квадрат минус тағы да 44a квадрат b квадратты бөлемін 11a квадрат b квадратқа тең болады дейік. Так, 12,11-ді 11-ге бөлсек 1,11 болады екен. 1,11 екеуін қысқартсақ. Так, а квадрат кетеді. Мынау а куб па, а квадрат па? А куб. Мына жерде а-ның бір дәрежесі қалады, б квадрат пен б квадрат кетеді. Мына жерде мыналар полный кетеді. 44 пен 11 мына жерде 4 қалады. Сонда мынау 1,11 екен ғой. 1,11 а минус мына жерде 1,11 а қалды, е, тоже 1,11 а минус мында 4 қалды. А минус дегенде, мына қараңыз, достар, айтпақшы, ана жерде жақшаны ашып отырмыз ғой, е. Мына минус пен мына минус алдындағы мынау плюс болып кетеді. Сонда плюс 4 тең болады. Мына екеу қысқарады, сонда жауабы 4 шығады. Мына яғни мына екеуін тең екенін дәлелдедік. Үшінші 1,16 s 4 дәрежесі t бөлемін 0,04 s куб t минус 41,22 s тең минус 1,22 s. Так, мына жерде бөлшек 1,16 s 4 t-ні бөлеміз 0,04 s куб t-ға минус 41,22 s тең болады. Так, 1,16-ны бөлек 0,04-ке, ол бізде 40 болады екен. Так, s-тің кубы мен s-тің 4 дәрежесі, мына жерде біреу қалады, t мен t кетеді, сонда 40s шықты, минус 41,22 s десек, ол бізде минус 1,22 s шығады. Яғни, мына екеу тең екені дәлелденді. Және соңғы төртіншісі 8,47 n-ның 5 дәрежесі, m-ның 4 дәрежесі, плюс 77 n 4 дәрежесі, m-ның кубы, бөлемін 7,17 n-ның 4 дәрежесі, m-ның кубы, минус 10 тең 1,11 n m шығу керек. Так, мынаны жақшаны ашамыз да, мынаны каждыйына бөліп шығамыз. Сонда
8 47 n-нің 5 дәрежесі, m-нің 4 дәрежесі. Мынаған бөлем. 7,17 n-нің 4 дәрежесі, m-нің кубы. Плюс, енді мынаны бөлем. 77 n4 m куб бөлемін. 7,17 n4 m куб минус 10 тең болады дейік. Так, 8,47 бөлу 7,17. 1,11 болады екен мұнда. 1,11. 4 дәреже кетеді, мына жерде 1 дәреже қалды. Куб кетеді, мына жерде 1 дәреже қалды. Сонда nm қалды. Плюс, мына жерде 77 мен 7-ні қысқартсақ 10 болады. Плюс 10. 10. Так, мынау толық кетеді. Сонда 10-ның өші шығады. Минус 10. Мына екеу қысқарады. Сонда 1,11 n m шықты. Яғни екеуінің тең екенін дәлел. Так, 14-те 8. Біріншісі 2-ден 1. A-ның 7 дәрежесі, B-ның 9 дәрежесі, плюс 0,3 A-ның 8 дәрежесі, B-ның 6 дәрежесі. Осыны бөлемін. 6-дан 1, A-ның 5 дәрежесі, B-ның 6 дәрежесі. Так, мынаны жаңа тағы да көп мүшені бір мүшеге бөлем. Мынағанда бөлем. 2-ден 1, бөлшекті бөлшекке бөлген кезде, бөлшекті бөлуді көбейтумен алмастырып, мына бөлшектің орнына ауыстырамыз. 1 бөлу 6. Енді мыналарды, мына әріптерді, как обычно, A7, B9-ды бөлемін, A5, B6 деп істейміз. Мынау просто сіздерге ыңғайлы болады осылай жазған. Плюс 0,3 деген ол 10-нан 3 деген сөз. 10-нан 3 бөлшек түрінде жазайық. Көбейту демде тоже жаңағыдай 1-ді жоғарға, 6-ны жоғарға, 1-ді төменге аудар жіберем. Сонда A-ның 8 дәрежесі, B-ның 6 дәрежесі, бөлемін A-ның 5 дәрежесі, B-ның 6 дәрежесі дейік. Так, көрейік, сонда мына екеу қысқарады, 3 болады. 3. Так, A-ның 5 дәрежесі кетеді, мына жерде квадрат қалады. B-ның 9 дәрежесі кетеді, мына жерде 9-дан 6 азетам кубы қалады. Сонда 3 A-ның квадраты B-ның кубы шықты. Плюс, мына жерде 10 мен 6 3 болады, мына жерде 2-ке қысқарсақ 5 болады, 5-тен 6. 5-тен 6. Мына жерде A-ның 5 дәрежесі мен мына жерде 8-ден 5 азайтсам кубы қалады. B-ның 6 дәрежесінен 6 дәрежесі кетеді. Сонда 5-тен 6 A-ның кубы шықты. A-ның кубы шықты. Так, и екіншісі 15,2 x-тің 4 дәрежесі, y-тің 11 дәрежесі, минус 5,2 x куб y8-ді бөлемін 0,2 x квадрат y7-ге. Тағы да бөліп шығамыз. 15,2 x 4 y11-ді бөлемін 0,2 x квадрат y7-ге. Так, минус ортасы келесі 5,2 x куб y8-ді бөлемін x квадрат y. Так, 7-ге. 15-те 2-ні бөлек 0,2-ге, ол бізде 76-ға тең. Мынау кетеді, 4-тен 2-ні алып тастайын, квадраты қалады. Y7, 11-ден 7-ні алып тастайын, 4 қалады. Сонда x квадрат y4 минус 5-те 2-ні бөлек 0,2-ге 26 шықты. X куб, x квадрат пен куб мына жерде 1 дәрежесі, y7 мен y8 1 дәрежесі, яғни x, y шықты.